Sınıf dışı tıpkınız, жалқаулықты тастаймыз, сабақты біз бастаймыз. Жақсы көргенде сабағымызды бастаймыз. Кезекшіге бүгін. Біздің сыныпта 10 оқушы отыра қой. Ал енді олай болса, қазір біз топқа бөлініп алайық. Тим карта арқылы топқа бөлінеміз. Түстер арқылы топқа бөлінеміз. Келіп ала беріңіздер. Синустар тобы болады, котинустар тобы көк болады, тангенстер тобы жасыл болады. Ортаңызға деп алып отырыңыз. Көк топпен отырамыз. Синустар тобы қызыл, тимкаталында көктер котинустар тобы, тангенстер тобы жасыл болады. Синустар тобы болады, котинустар тобы көк болады, тангенстер тобы жасыл болады. Ортаңызға деп алып отырыңыз. Көк топпен отырамыз. Синустар тобы қызыл, тимкаталында көктер котинустар тобы, тангенстер тобы жасыл болады. Үш бұрыштың бұрыштары және бүйір қабырғасын табылды. Ал енді орындаймыз енді. Бүйір қабырғасы қандай болады сонда? Терең болады екен. Ал енді сызайық. Сендерді есепте 15 есеп берілген. 15 есеп берілген. Мынаяқтан келіп, асықты таңдап алдыңда, асықтың артында есеп бар. Бізде 16 оқушы, бір оқушыға бақыт билеті келеді. Ол оқушы есеп шығармайды. Ал келіп алдыңыздар. Қайсыларыңыз бақыт келіңіздер. Нұртас қайын, Нұртас артынан бар. Шарбат аяқтан дағы селкен. Тастардың аяқтан. Сен әлі отырсың ғой? Бірден бастаймыз. Бір кімге келді? Ал оқи қой. Бір абайсың синус квадрат альфа неге тең болды? Косинус квадрат альфаға келді. Тура ғой. Келесі екіншісі кімге келді? Екінші есеп кімге келді? Екі кімге келді? Неге оқи қой? Синус квадрат альфа. Дұрыс болады. Келесісі. Үшіншісі кімге келді? Ал. Марай. Жақын жауабын айтып отырамыз. Бір минус косинус. Тек қана жауабын айтшы. Синус квадрат альфа. Квадрат емес альфа. Синус квадрат альфа болады. Келесі төртіншісі. Бір плюс бір сегіз. Бір қосып бір тең болады екі. Өйткені негізгі тригонометриялық тепе-теңдікке формуласы келді. Бесіншісі. Синус куб альфа болады. Келесі алтыншысы. Алтыншысы неге тең болады? Айта қояйық. Жауабы бөлік 2 түбір асты 2 бөлінген 2.
Kıbras'ta koçunuzda getirdi. Kıbras'ta yedi. Bundan Kıbras'ta yedi bölünge yer var. Kelesi. Yedinçisi. Ayta koyalım. Hani hani. Cevabı sinüs 5 gradus. Sinüs keltiri formulasını getirmedi. Yedisi keltiri formulasını biz 9. sınıfta ödeyemiz. Yedi kıskaça gana berilip otur. Yedisi biz formulanın ben 9. sınıfta ödeyemiz. O da kelesi. 8'incisi. Allah. Kosinüs kvadrat minus 18 gradus. Kosinüs kvadrat minus 18 Gradus. kosinüs 18. Ne degenimiz? Çok funksiya oldu. Dik funksiya, tak funksiya degenimiz. Kelesi ödediklerimizde bu yerden yapmasada. Kelesi 9'uncusu. Aha. Ha? Evet. Tek babası kesin gelsin. Kelesi 10'uncusu. R kvadrat sender. Cevabı. Ne buladı? R kvadrat sender. 4 kvadrat. Kelesi 11'incisi. Sinüs kvadrat alfa. Sinüs kvadrat alfa. Kelesi 13'üncü. 12'nci. Cevabı 1 buladı. 14. 13 buladı. 13'üncü. Sinüs kvadrat alfa. 14'üncü. Kosinüs kvadrat alfa. Kosinüs kvadrat alfa. Kelesi 15'inci hangisi? 15 kimge geldi? Yine yapmayın bu. Birikiniz. Tangens 5 gradus, kosu tangens 25 gradus. Cevabı ne? Cevabı ne buldu? Cevabı ne buldu? Şart mı? Cevabı şart. Şimdi toplam, şimdi aydınlar. Toplam çarp.